Құран кәрімде Алла субханаху ва тағала Хашр сүресінде кейінгі келгендер өздерінің алдыңғы өтіп кеткендер үшін дұға жасайтын, олар үшін кешірім сұрайтын жөнінде айтады. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. О Аллахым, бізді кешір, және біздің алдымызда иманмен өтіп кеткен бауырларымыздың да күнәсін кеш, оларды да кешір деп сұрайды дейді. Яғни сізбен біздің бұл міндетіміз екен ағайын, өзіміздің де күнәміздің кешірілуін сұраған секілді өтіп кеткендерімізде біз әрдайым Құран оқыған сайын, үйде бір Құдай ас берген сайын не істейміз? Өтіп кеткен мархұмдардың, аруақтардың рухы шат болсын деп тілеп жатамыз. Яғни сол осы аятқа саяды. Көп кісілер байқасаңыздар, біздің осы Орта Азияда өткен кісілердің рухын қатты сыйлайды. Көбірек әйтеуір бар тапқан таянғанын садақа жасап, сол кісілердің рухына бағыштап жатады. Тірі кезіңде өзің не істеп қалсаң болды, одан кейін, өлгеннен кейін саған еш нәрсе бармайды деген ұғым толыққанды дұрыс емес. Иә, сенен кейін ұрпағың мүмкін жасамауы мүмкін, бірақ жасайтын ізгі ұрпақ тастап кетсең, Алла субханаху ва тағала сенің дәптеріңді ашық қалдырады. Артындағы ұрпағыңның жасаған дұға тілектері саған тиеді, барады.